Шылаушын қайда дейді. Шылаушын қайда? Шылаушын жоқ. Шылаушын жоқ себебі біз әлі шылаушын алған жоқпыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Құдай қаласа жаңа кәсіпті бастайын деп жатырмын. Видеолардан қарап жатырмыз. Жан жақта калифорниялық шылаушандарды бағып жатыр екен. Пайдасын әкеліп жатыр екен жаңағы калифорниялық шылаушан. Енді менде ешқандай қазірше опыт жоқ, сондықтан бір банан коробкадан бастайын деп жатырмын. Бір банан коробкаңыз 15 000 теңге екен шылаушандар. Енді үлкен объемда бастағым кеп атқан жоқ, сәл рискті азайтып жасайын деп жатырмын. Кеше құдай қаласа екі муравей гөң түсірдім. Әрқайсысы 1,5 мың теңгеден 3 мың теңгеге осы шама болды. Кейін ортасын ашып су құйдым. Бір 4-5 мәрте су құйып, мынаяқтан қажет емес заттар шығып кетті. Гөң таза болды деп ойлаймын. Енді қазір аздан соң осы гөңді қасына астына құм төсеп, осыны осы жаққа көшіремін. Жақсылап көшіріп, форма келтіріп, құдай қаласа 1-2 күннен кейін шылаушандарды алып келіп, сол жерде қондырамын. Жалпы интернетте жүрген видеоларды қарай отыра, қандай талаптар бар екен. Мынау гөң свежий болмау керек екен, 6 айдан асып, және 2 жылдан артық тұрмаған гөң болу керек екен. Сол осының арасында гөңдер жарамды деп саналады екен. Және pH дейді. Не үшін жуамыз? Себебі pH-ті азайту керек екен. Оның құралын сатып алу керек. Құдай қаласа оны да қалаға барған кезде сатып алып, сол арқылы температураны, pH, ылғалдықты тексеріп отырамын. Енді Алла қаласа осының барлығы көбейіп толған кезде осыны 3 айдан кейін 1 камаз гөңнің ішіне салам деп отырмын. Каналға подписка жасап қойыңыздар. Осында видеоны түсіріп отырамын. 0-ден биогумус саласы. Риск аз. Осыны мен қолымнан келіп жатса, демек сіздердің де қолынан келеді деген сөз. Құдай қаласа осы Қазақстанның экономикасын көтеріп, жерін нәрлендеріп, химия удобрениялардан бас тартатын уақыт келді қазағым.